Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ал мен бүгін сіздерге өте әдемі көрінетін және нәп-нәзік, дәмді болып шығатын жасыл барқыт пирожнойларын көрсететін боламын. Бұл пирожнойлардың жасалу жолы өте оңай және кез келген қонақтың көңілінен шығады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал кеттік, бастайық. Бізге ол үшін ең әуелі ұн қажет болады, қатық, сұйық май, разрыхлитель, ас содасы, 2 жұмыртқа, қант және апельсин седрасы қажет болады. Ал енді ортасына салатын салмамызға бізге кәдімгі смородина вареньесі және желатин и су қажет болады. Ең әуелі біз ұнға разрыхлительді салып араластырып қоямыз. Содан кейін қатығымызға ас содасын салып, оны да жақсылап араластырып қоямыз. Біздің қатығымыз 2 есе ұлғаяды. Желатинге суымызды құйып дайындап қоямыз. Міндетті түрде араластыру қажет. Енді ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Жаймендеп миксерлейміз. Шай жылдамдықтан бастап миксерлей отырып, қантымызды бөліп саламыз. Біздің жұмыртқа массамыз әппақ пышный болып көтерілуі қажет. Міне, біздің жұмыртқамыз дайын болды. Бізде осындай әппақ масса шығуы қажет. Осы массамыздың үстіне бағанағы қатығымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық майымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды 2-ге 3-ке бөліп саламыз. Екінші бөлігін саламыз. Тағы да салып, жақсылап миксерлейміз. Біздің массамыз дайын болды. Енді осының үстіне апельсин седрасын саламыз. Тағы да бір араластырып жібереміз. Содан кейін бізге осындай краситель қажет болады. Осы красительден салып, тағы да араластырамыз. Бізде осындай әдемі жасыл түсті массамыз дайын болды. Осы массамызды пергамент қағазын төсеп, соның үстіне құямыз. Енді бір келкі қылып массамызды тегістеп шығамыз. Енді келесі біз смородина вареньесін жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Міне, біздің ортасына салатын салмамыз дайын. Енді осының үстіне бағанағы желатинді микроволновкада ертіп аламыз. Міне, осылайша ертіп алғаннан кейін бағанағы салмамызға құйып, жақсылап араластырып қоямыз. Міне, біздің тестіміз пісті, осындай болып шықты. Енді осыны форманың көмегімен
бөліп аламыз. 2-ге бөліп аламыз. Міне, біздің бисквитіміздің арасы осындай әдемі болып шықты. Подложкамызды аламыз, оның бетіне бисквитімізді саламыз. Содан кейін кольцоны кигіземіз. Міне, осылайша дайындап қоямыз. Енді менде мына жердегі крем, кәдімгі сливки мен сгущенка. Бұл кремнің құрамын описанияға жазып кетемін. Бұл өте оңай крем. Кәдімгі сливки мен 33% сливки мен қоюлатылған сгущенканы пайдаланамыз. Осылайша кремді арасына тегістеп жағып шығамыз. Содан кейін бағанағы салмамызды салып, әдемілеп жайып шығамыз. Біздің салмамыз қатуы керек. Міне, салмамызды салып болғаннан кейін бетін екінші бисквитпен жабамыз. Содан кейін қалған кремді бетіне жағып шығамын. Оны да әдемілеп тегістеп шығамын. Кесілгеннен қалған ковштарды осылай блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Бізде осындай майда крошка болу керек. Енді осыны тортымыздың бетіне саламыз. Және лопатаның көмегімен әдемілеп тегістеп жайып шығамыз. Дайын болған пирожныйымызды кем дегенде 2-3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Міне, 2-3 сағат өтті. Біздің пирожныйымыз дайын. Енді жан-жағын әдемілеп кесіп алып, кольцодан шығарамыз. Енді пирожныйымызды дәл ортасынан бірдей қылып бөліп шығамыз. Бөлер алдында міндетті түрде пышағымызды ыстық суға салып отырамыз. Сол кезде біздің пирожныйларымыздың арасы әдемі болып кесіледі. Міндетті түрде әр кескен сайын пышақты ыстық суға салып тұрғандарыңыз дұрыс. Келесі бізде апельсин. Осындай апельсинмен біз пирожныйларымызды әсемдеп шығамыз. Жасыл башқат пирожныйларымыз осындай әдемі, нәзік болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің видеом ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған артық сау болыңыздар.